тамырлары бар. Негізі көп тамырлары астында қалып қойды. Жұлынып қалды. Бұны отырғызбасам мынандай болып көктеп, сосын бір бұтағы солып қалды. Енді менде қазір бір бұтағы қалды. Мына солып қалған бұтағын кесіп салуым керек, отырғызбай тұрып. Сосын мына жерге дейін көметін боламыз. Мына прививкасы міне тұр. Прививка деген міне тұр. Мынау прививкаден шыққандары. Енді осыны қазір мына жерге дейін көму керек бұйырса. Мынаны кесіп тастаймыз. Керек емес бізге. Баклажкаға отырғызылған роза. Мына үлкен неге перевалка жасағым келіп тұр. Міне орналастырып алдым. Қараңыздар, қазір мына жерге дейін көмілетін болады. Бұл қазір су құйғанда әлі де отырады. Таңбаздың суы жиналды, сонан құйып жатырмын. Қазір сіңсін, сосын үстінен тағы топырағын салатын боламыз. Тағы да құйып жатырмын. Төменгі жағына көбіне су бармай қалады. Мынау кәдімгі үйдің жері, сосын дүкеннің топырағынан қостым. Құм араласқан, көң араласқан. Осының алдындағы менің черенок тайтын жерімнің жерінен қостым. Үлкен құрамында көң бар, онаның астына тас салып жібердім, шамалы. Дренаж ретінде тесігі бар. Әзірше алып кеткенше осы көлеңке жерде өсетін болады. Түбінен су ақты, яғни жақсы суарылды деген сөз. Енді үстіне топырағын салатын болам. Міне, тағы да топырақ салдым. Бұны неге егіп жатырмын? Менде дәл қазір енді аулада егетін жер жоқ, гүл роза егетін. Мынандай үлкен, 25 па, сондай литрлік ау дейм, 20 ма, 25 па, сондай болу керек. Соған егіп көрейін деп тұрмын, өйткені бір блогерді білем. Суық өңірде Россияның розаларының барлығын, плетистой барлығын осындай үлкен ұзын, бұл кісі енді ұзындау кашполар алады. Ұзын кашполарға егіп, солай сақтайды. Бәрін осылай бір-біріне қатқаннан кейін күзде жетіп төңкеріп қояды да, барлық розаларын. Үстіне спанбонд сондайлармен жаба қояды, болды. Розалары өте жақсы, ол кісінің. Биік розалары бар. Мынау антик деген плетистой роза. Мен де эксперимент жасап көрейін, тәжірибе болсын. Мүмкін ауласы кішкентай кісілер бар. Сол кісілер мүмкін қарар деген, өздеріне алар. Міне отырып жатыр, топырағын қосатын болам. Менде әлі кішкене бар жерде. Отырған сайын қосатын болам. Қазір тағы да суарам, жақсылап. Сосын осылай тұратын болады. Міне жаңа көне өліп қалған бір бұтағын қиып тастадым. Бұйырса енді астынан кету керек. Енді не істеймін? Бұйырса ертең, таңертең немен суарам, карбамидпен, сәл күш берсін деп. Негізі жалпы бұндай розаларға ештеме бермейді, бір жылдықтарға. Бірақ мен осы жылдан бастап кішкентай розаларыма беріп жатырмын. Барлық өсімдікте, тек роза емес, барлық өсімдіктеріме карбамид құйып шықтым. Бірақ карбамидті шілденің тек 15-не дейін құюға ғана болады, болды. Одан кейін болмайды. Міне жақсылап суын құйдым. Осы болады деп ойлаймын.
менің гүліме сәттілік тілеп қойыңыздар, жақсы алып кетсін деп. Сау саламатта болыңыздар.